Bir ғалым айтады, адамның намазы дейді, намаз біткеннен кейін басталады. Намаздың уақытында емес, намаз біткеннен кейін басталады. Есіктің алдына шықтыңыз ба, болды, бітті. Бірденен біреу сынақ келеді. Машинеңнің алдынан қойып қою мүмкін, шыға алмай тұрып қалуы мүмкін. Сол кезде не қыласың? Міне бір сынақ. Қалай боласың? Бұның қақта жүрсің не? Адам өз қоя ма машинене? Бұл не? Бір жерден қалдың ғой мені? Бәлки ол дұрыс болып тұрған шығар. Мүмкін сен үшін ол қайырлы болып тұрған шығар. Ал сол жерден шығып кетсең, мүмкін аварияға ұшырап қалдың. Бәлки Алла тағала ол да намазға асып кетіп қойып қойды да. Әрине тәртіппен жүрген абзал. Бірақ енді ол қойып қойды. Енді сен қаяқтан шықтың? Сен аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп аузу бисмиллахи айтып шықтың ғой мешіттен. Кімден пана сұрап шықтың сен? Лағнатулла шайтаннан пана сұрап шықтың ғой сен осы мешіттің ішінен. Ал бірақ кімнің жетегінде тұрсың қазір? Сыртқа шыққанда кімнің жетегінде тұрсың сен? Міне бәлки сондықтан айтқан шығар. Мешіттің ішінде Омар ибн Хаттаб сыртқа шыққаннан кейін Абу Лахабтың ісін істемеді ме?